болды ма? Мен мына Кривенко ауылының тұрғыны зейнеткер 86 жасқа келген ақсақалмын. Орал Дәулетұлы. Мынау ауылымыздың бір қиыншылық жағдайын сіздерден өтініп сұрайын деп отырғаным. Әсіресе жол қатынасы біздің Семияр Жетіжар ауылының бұрылысынан бері қарай бір қара жол бар еді, автокөлік жүретұғын. Сонда су шайып кеткен жерлер бар. Әсіресе осы ауылдан 8 шақырым жерде. Бірақ көлік өтетіндей ғана жер қалыпты. Ортасында ауылымыздың бір-екі жастары барып бір баған қойып еді. Тіпті қазір содан жастарымыз қорқады, машина бірдеме барып сол бағанға соғылып қала ма деп. Соның бас жағына кеше апарып қызыл шүпірек байлап қойдым, тіпті неткесін. Енді одан келе бердік, бері қарай ауылымыздың көшесі өте қиын жағдайда қалды. Оның үстіне биыл мынау ауылымызға су тартамыз деп жердің бәрін қопарып тастады. Оған келіп жаңбыр жауды. Қазір көшеден жүрудің жағдайы өте қиындап кетті. Мектеп оқушыларымыз болса, тіпті халқымыз болса да жүріп тұруымыз, бірімізге біріміздің қатынасуымыз, ең аяғы осы ауылдың шетіндегі біраз халық алып тұрған бір су алатын жер бар еді. Содан бір-екі шелек су әкелудің өзі өте қиындап кетті. Көлігі барлар барып содан әйтеуір бірдеме қылып батпақтап болса да әкеледі. Енді жаяу адамдар, біз сияқты мына қарт адамдар қалай барып әкеледі? Әйтеуір жастарға жалынамыз, сол бір-екі шелек суды жеткізіп береді. Енді осы мына аудан әкімінен, облыс басшыларынан сұрайтынымыз, тым құрмағанда бір-екі көшені іргеде тұрған мынау тас, құм таса араласқан гравий дейміз ғой орысша, соны әкеліп төгіп кішкене жөндеп берсе деген тілекпенен халықтар атынан сұрап отырмын. Осыған біраз көңіл бөлсеңіздер екен деген ниетпенен осы мені сіздерге хабарлап отырғаным осы.